Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте оңай және тез уақытта жасалатын пирог пісіреміз. Біздің пирогымыз үлпілдек болып піседі. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап қант ерігенше араластыратын боламыз. Бұл пирогты жасау үшін ешқандай таразының қажеті жоқ. Осындай кесемен өлшесеңіздер болады. Қантымыз осындай болып толық еріді. Енді үстіне кесемізді толтырып сүтімізді құямыз. Одан соң осындай мөлшерде сұйық майымызды құятын боламыз. Енді массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Пирогымызға 2 кесе ұн кететін болады. Ұнымызды осылай бөліктерге бөліп салатын боламыз. Оның үстіне 1 пачка қамыр қопсытқышын барлығын салып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей 2 кесе ұнның барлығын салғаннан соң қамырымыз осындай қою болып шығады. Енді формамыздың астын осылай майлап аламыз. Формамызға қамырымызды құямыз да бетін жақсылап тегістейміз. Одан соң қызып тұрған пеште 150 градуста 30-40 минутта пирогымызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирогымыз пісіп шықты. Енді осыны осылай шпажканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Одан соң формамыздан шығарып алып, суытуымыз қажет. Неге аз уақыт ішінде ешқандай таразының миксерді қажет етпейтін өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын пирогымыз дайын болды. Рецепт ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Жасап көрсеңіздер, немесе басқа сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет.